Құрметті Түркістан облысының қонақтары мен тұрғындары, Түркістан облысы полиция департаменті ескертеді. Интернет алаяқтары жасанды интеллект арқылы қазақша сөйлеуді үйренді. Жасанды интеллект технологияларын пайдалана отырып жасалатын алаяқтық қылмыс түрлері күн санап көбеюде. Мұндай қауіп-қатерден сақтану үшін мынандай маңызды кеңестерді есте сақтаңыз. Жасанды интеллект арқылы жасалған дауыс пен мәтін шынайы адамдікіне өте ұқсас болуы мүмкін. Банктен, құқық қорғау органдарының немесе туыстарыңның атынан келіп түскен күтпеген хабарламалар мен қоңырауларға бірден сенбеңіз. Қазір нақтылап сізге де жіберемін. Қазір дұрыс көрінбей тұр. Енді көріп отырсыз, танысып отырсыз, иә? Қараңыз, қазіргі уақытта сіздерде 990 мың аударылды. Оны мен білем, ол документтер маған келіп отыр, ол сот қайтарсаңыз. Әсіресе ақша талап етсе күмәндану керек. Deepfake технологиясы арқылы танымал адамдардың тіпті жақындарыңызда түрімен жалған бейне жасап сендіруі мүмкін. Ресми ақпарат көздерінен тексеріңіз. Жасанды интеллект алаяқтары әлеуметтік желілердегі ақпаратты пайдаланып, сізге сенімді түрде хабарласа алады. Жеке мәліметтерді, яғни ЖСН, банк шоты, құпия сөздерді ешкімге бермеңіз. Жасанды интеллект арқылы жазылған хаттарды немесе видео хабарламаларды тануға тырысыңыз. Қате сөздер, шала логика, эмоция жетіспеушілігі сияқты белгілерге назар аударыңыз. Егер осындай алаяқтыққа тап болсаңыз, дереу 102 тетігіне хабарласыңыз.